Демек сіз дәрілік шөптерді жиі қолданады екенсіз. Сонда современный медицина деп айтады ғой. Қазіргі заманғы медицина, қазіргі дәрігерлік ғылымды жоққа шығармайсыз ғой сонда? Жоқ, оған бәрі өте орынды деймін мен. Оның қасиеті шөп бәрі бірдей ғой енді. Бір қасиеттігіміз мен екеуін ұштастырып пайдаланамыз. Бұрынғы уақытта да шалдар солай істеген ғой. Негізі шөпті бәрі қайнатқан, жемдестірген, соған жем толған. Негізі сонда ұшықтау дейтін адамның ішкі қарына байланысты бір қасиет қой. Кез келген адам түкіріп ұшықтаса бұл ондай бола бермейді ғой. Сосын енді әртүрлі сол алмай тұрғанда жем салып ұшықтаса ана бар дірдіп тұрады, иіп кетеді, салғыртпаған түйелер. Оны көп осы күнде жылда кездесіп тұр ғой енді. Анау түйе салмаған адамдар айтатын шығар өздері мысалы енді салғыртып кетеді, ода бір сауап керек малдың. Сонда адамның көбіне ойлайтын адамның ішкі беліне байланысты қасиет бар ғой деді. Сонда қанмен келген қасиет болу керек енді осы адамдардың. Не ойлайын? Ал сол сіз өзіңіз атаған ауруларға қосымша, мал ауруларына қосымша осы соңғы кезде арақ құмарлықты қайырады екен, арақ құмарлықты қойдырады екен, араққа салынып кету үшін маскүнемдікті тоқтатады екен дейді. Осы рас па? Оған қандай ем жасайсыз? Оған мына көп, соңынан көбейіп кетті. Мына опорныйдан көп келді, көп адамдар, бейнеуден көп адам келіп отыр, өзеннен көп адам келеді. Бәрі қойып кетті, мобайлап. Бір жыл болған қойғандар, 2 жыл болған, 3 жыл болғандар бар. Қоям деп келушілер көп өтігінде. Ал соның бәрі өз ниетімен келісі ықпалымен, ал мен осының қояйыншы деп, бұл кісілерге келген мына шөпті дәрістеп беремін. Сол дәрісі әрі суға түседі бағанаға, бір рет. Сосын араны 4-ке бөлген шөпті 25 күн ішеді. Сосын 100 грамм араққа ден салып алдына қоям. 100 грамм суға ден салып алдына қоям. Сосын суымен ұшықтайын. Сосын арақты ішет, артына банкі басам жауырынға. Сосын өзі көреді, қасында жаңа сенімді адам болу керек. Әйелі, не шешесі, не әкесі, не жолдасы сенімді болып келеді солармен. Сосын ол жігіт, соны мәз болып кеткен, кейде келіп қайта ем алып кетеді, кейде алмай қайтып жоламай кетеді. Сонымен сөйтіп жиілеп кетті көп келушілер енді. Сауабы да ойлаймын, ода сауап қойын бір түрлі деп. Ода жақсы болатын шығар, көп пайда көрдік, жақсы болдық, тарам болып қалдық деп, балдарына келіп, тұмырастарына келіп сөйтіп жатыр. Арақ жөнінде көп келіп тұр енді. Ал сіздің еміңізді қабылдағаннан кейін қайттан арақ ішіп кеткен адамдар болды ма? 2 рет болды осы. Өзеннен, Құлсарыдан 2 рет алып келді. Оны толық алып келді, мәшінмен қайта алып келді, содан кейін қойып кетті оларды. Олардың жағдайы қандай болды, қайталап арақ ішіп? Қиын болады екен, дәрістің не қалады екен, қалтырап, аузына келген сөйлей беретін болған екен. Кейбіреуінің мына көтеншегі шығып кетіп. Сонда азат көріп, қиналып алып беріп, қайта ем алып тәуір болып кеткендер де бар. Өзенде Жетібайда бейнеуден көп келді, опорныйдан көп келді адам дейтін нәрселер. Таңертең ерте келеді, Жетібайда арнеге шетпеген таксимен. Солардың бір көбі келмейді, қайтып қойып кетіп дейді, артынан сұрайым, артынан келген адамдар. Сондай бағыттар бар енді, оны енді халыққа сауабы деп ойлаймын. Осы арақ құмарлық, маскүнемдіктің халқымыздың қатерлі басты жауының бірі ғой. Осыған қосымша ағайындас аурулар көп, нашақорлық, ең кішкенесі шылымқорлық, жаңа темекіні тастай алмай жүргендер бар. Осы сияқты халыққа қауіп төндіретін, халықтың болашағын тамырына балта шабатын ауруларға бұған да қарсы өзіңіздің ем-домыңыз бар ма? Оған енді мен жасап көрейін деп қарай деп ойладым, ал оның темекілейін қиындады екен. Ал оның желкенбек нағыз өзі қоям деген адам етін қойып, бір башқы жақсы тартатын папиросын, әдекіліңе батырып алып кектіріп, тоны тарту керек екен. Ал сонымен, ана тартып, жүрегін алады ғой. Сол уақытта қоя-қояды, қайта тартып, ананы қайта тартса, сөйтіп барып нетті, содан қайтып 5-6 адам қойып кетті, сөйтіп көргеннен. Темекі жөнінде. Ал нашақорлықтың 1-2 адам қойып кетті. Қандай ем істедіңіз? Оған жаңағыда мен араққа қойғанды беріп едім, ол мен арақ ішпейді екен, ондай адам арақ ішпейді екен. Ол укол адам бері. Укол алғанда қандай арасын шайғанау дегенде, ол арасын 3 көрем екен. Оны сосын мына
тамырға салар екен олар. Сосын мен айттым, шөпті қайнатып бердім де, ал енді осы маны іш, пәленбаққа дейін. Анан жолатпа. Сал 3 грамның орнына 5 грамм маны укол қылып сал. Шөптің қайнаған суын сізі бар. Не шөп қандай шөп? Жағымда адыраспанның бәріне бұл шүйсірейді кейгі от дейтін түсіп, сосын не? Аш жусан, соланы қосып қайнатқан суын, мен азда жаңағы анаған неттен, ана тамырды айналып кетеді екен. Дегенде маған сол болды, соны істеген адам, ол жаңағы қойып кетті декші адам. Ода өз санын айтып береді, көп айтпайды екен. Мен тартпаймын, ішпеймін. Ана мен сіздің оны өзі айтып, жаңа мен осыдан құтылайын деп бердім, кәке деген адамдар сөйтіп қойып кетті. Бір ұнтақ бір зат бар екен, жаңағы гарарин дейді, мен мұны қайдан дейін. Сосын бір шөпті көрсетті, бұла бір кәдімгі не ұқсаған шөп, тарталы болған кішкентай. Алғы ойына елғын ұқсаған, кейгот ұқсаған құрттай шөп, иісі бір түрлі күмізге. Ал осын тартты, батып, сол адам бойды қыздырады дейді, мысалы. Ал мен ол шөбін мән берген жоқпын, оны қайта суға езіп, мана жусан қосып бердім. Ал содан алдарсыма қарамадым. Содан қойып кеттім дегенде милициyaдан кездесті. Көбі келмейді, оны қорқады деймін айтуға. Бірақ енді ол жақсы емес көрінеді негізінде. Ал осы біздің Маңғыстау аймағы жалпы Қазақстан бойынша экологиялық жағдай өте қиын аймақтардың бірі болып есептеледі. Біздің осы Маңғыстауда соңғы кезде экологиялық жағдайымыздың қиындағанына байланысты, жалпы әртүрлі заманауи өзгерістерге байланысты ең жиі кездесетін аурулар қандай аурулар бізде? Біздің жерімізде бұрын көп емес еді, өсімді көбіне осы мына тері аурулары, аллергия, сол жара қайнатып, сол күшейіп бәдір. Ал мен өйтіп әртүрлі шөптен қосып, баныға түсі шөптің суын ішсе, содан жазылады. Бірақ кейбіреуі қайтарайды бір жылдан кейін. Олай соны жазылады. Соның буын ауруы көп, буын ауырады, аяқ ауырады. Онда біздің шөбімізбен етек тәуір болады, біздің жергілікті шөбіміз. Күзігінгі араласпаның бәріне исігек, жантақтың тамырларын қосып, қайнатып, буынға тартып, содан бірау құрса, ішінәрі ішсе, әртүрлі кейгі оттарын піскен шөбінен. Содан да тез болмайды негізінде енді. Ол көп қой адам. Бірақ ауру несі түрі көп, қалай болғанда да. Бұрынғыдай емес, мына жіңішке ауру етіп қолданмақ. Ол бұрын баяғыда 2 жыл, 3 жылда бір еститін едік, 1 жылда. Қазір енді бірінде бұл 1 жылдан аспайды, тамыр жайлап кетеді. Ал енді 62 жылда бір соған бір кілем шөптерден қарғабай дейтін бір немді ендедім. Енді Қуанқан дейтін бір ағамыздан қорқып бір уақытта 62 жылы. 18 күн мәжілмей отырған адам адыраспанның бәріне, сосын исегектің тамыры, тамыр бәлейтін шөп, соғыс түттігөннің тамыры, осыларды алып қайнатып, жаңаға бір ішкізгенде, 3 күн ішкенде, кішкенде қасықпенен. 18-ге дейін жүріп тамақ ішіп кетті жаңа. Ол жіңішке ауру, ол жаман болып жатқан кәдімгі. Жазып кетті ме солар? Жоқ, жазып атына 2 айдан кейін қайта бастап, қайта басқа жеріне өкпеге шауып қайтты ғой енді. Сонда мұның сәззат жетіспейді, бір шөптер жетіспейді ау деймін қазан. Қайда оны үркітетін бірден шөп бар біздің жерде. Бірақ оны қандай шөп, оны қосса қандай болғана тазарады. Бірақ енді жаңағы ойлаймын, осында шөптерді сөйтіп жүріп, қайнатып, тамырға сарып, укол қылып. Ішкенде ішіп жүр ғой, ішіп атыр ғой адаммен. Сонда анау қашарым еді. Деп. Деп ойлаймын өзім. Мен қай уақыт шада аян береді оны, маңдай шөпті анаған. Бірақ бұл қаш бар зат, қалай болғанда да. Ал осы біз үшін, қазақ халқы үшін қашаннан бері қалмай келе жатқан бар нәрсе, бірақ бізге әлі күнге дейін жұмбақ құбылыстардың бірі тіл көз тию дейтін сырқат бар. Жас балаға болсын, жақсы адамға болсын. Ал осындай тіл көз тиген жағдайда сіз қандай ем жасайсыз? Оны ата-бабалардың сілтемімен өзіңіздің беріп тұрған әруақпен емдейсіз бе, жоқ әлде бұнда шөппен емдейсіз бе?
Bunu әртүрлі салдардың нұсқауы болады. Тіл көзді ұшықтайды, адам ауыр болады, басы айналады, түрлі жақпастық болады, соның бәрі тілден болады дейді, адам көз түйген дейді. Оны ұшықтайды, сосын оған дұғалық береді, бойтұмар алады. Бойтұмар дейтін дұғалық адамның сол өміріне, несіне, ертеден келіп жатқан қасиетті дұғалық көрінеді оған. Оқып жаңағы ішіне, ол адам бойына сақтап жүрсе, соған сенім артып жүрсе, қандай ауру сылқаудан да аурақ қылып жүретін көрінеді дейді ғой енді. Біздің ата-бабамыздан әрден келтірген қасиетті зат көрінеді ол. Сосын жағынан бірте-бірте жағынан айырыла бастайтын көрінеді. Ол тіл көзді негізгі жаңағы ұшықтап, бір тұзға дейін салып беріп, соған шомылса, суға шөпке неге дем салып берсе, соған суға шомылса, соны негізі ол қан тоқтатады қалай болғанда да. Ана тіл көзді бәрі. Сосын анау сонымен жібіт. Сосын өліп тұрған өлген тамырын ояту керек дейді ұшықтағанда, сардар әңгімесі мысалы. Сонда ана өліп тұрған тамырды адам мерігеден тұрып шошиды бүйтіп. Сол уақытта адам нені қан оянып, адам тәуір болады, содан көрінеді. Я талып атқан қысылып барсан адамды жаңағы бір кезінде айтып ұшықтасаң, жаңағы оянады ғой енді көзін ашып мысалы бір. Сонда сондай қасиет бар ау деп ойлаймын жаңағы неде. Ал сіз мына өзіңізге емделуге келе жатқан адамды алдын ала сезіп отырасыз ба? Ол енді бұрын адам сирек уақытында аздап сезетін едім. Қазір адам дейді үстісіне басып келіп жатады, оны қадап қайдан білейін, өзі келгеннен шетінен ұстап кезекпен өшіріммен қаралады, айтады, сол бойынша сосын өзіне ем жасап берем, сөйтіп жатырмын. Оны тошымен ана жақта келген адамды қазір асауға дін қойып отырмасаң тошымен білмейсің оны. Сынық саласыз ба? Сынық салмаймын. Бойтұмар жазып бересіз? Бойтұмар жазып берем, Құраннан қарап, ол аян береді. Соны Құранның мына бетін, мына дұғалықты айт дейді, соны жазасың мысалы. Сосын ден саласың, ана арақанын басып, соған сосын нетін қойып айтады, көрсет бәрі жасап береміз. Біреулер алып әкеліп көрсетіп жүрді, даладан беретін күн ішіне шықпақтап, оның ішінде дұғалық та жоқ, оның ішінде сауап та жоқ, қасиет те жоқ, бір затты бойтұмар деп, мұны деп сату үшін істеп жүрген жатыр деп ойлаймын. Ал мен көріп бір көзінше жазып, Құранның ден салып, тұзға ден салып беремін. Сол үшін пайдалана берулар. Ал өзіңіздің сыйынатын, пір тұтатын адамдарыңыз кім өмірде? Өмірде сыйынатын адамдарым ата-бабама сыйынам, бекетке сыйынам. Сосын мен өзім халқым, жолдасым, жолдастарым бәрі ишелесіп бөлмеген бір адаммен. Өзім бойлап барасам, бір адаммен ұрысып, мен кесіп бөлмепті осы уақытта дейін. Бәрі де сыйлайды сол. Соны қасиетім бар, өзіме ішімде ойым, өзім атымай, ешкіммен айтып, ишелесіп бөлмеген адам, мал бағайын. Барлық уақыттарда көбіне мал ғой баққанымыз. Мал баққаннан кейін отырғысым осы. Қазіргі заманға өзгерістерге байланысты ма, егемендік алғаннан кейін ба, ел ішінде емші мен әнші көп дейтін әңгімеге тап болдық қазір. Екінің бірі емші бақсы болып қолына таяқ ұстап, жала ұстап, әулие болып осы ел аралап жүрген қара әулие, сары әулиелер көп. Сіздің ойыңызша бұл қазіргі көзі тірі емші бақсы балгерлерден кімдерді мойындайсыз, кімнің бойында қасиет бар деп есептейсіз? Ай, мен өзім алысқа шыққан жоқпын, далада кімді білмеймін, бірақ далада мен өзім үштіп емдеймін, маған кел деген адамды бұны ішім ұнатпайды. Мынаны жасайын деген адамды, көп мақтанған адамды ішім жақтырмайды. Ол біресе өз жасап көрсету керек деп ойлаймын. Ем жасап, ұшықта, содан кейін бұл кісі өзі келіп айту керек. Сол бойынша мен сенем жасаған адамдар. Ал мен басқа адам бәріне мынау емші, мынау бәлен жасайды, түген жасайды деп айта алмаймын. Бір-екі адамға бата бердім, солар жасайды, өйтіп, ал Ақтауда неде келеді, мен сөйтіп едім, ай шырағым, бұң болсын жасап атсың ғой деймін. Мен оған сен сөйтіп деп айтуға, мен біреуді ренжітіп, біреуді оғыра қалып, нетуіме қақым жоқ. Маған зияны жоқ. Бірақ сұрақтан сақ болың, біреуді алдап, біреуді ауыртып, біреуді үйтіп алмаң деймін. Ішінері қарасам, бойтұмарларының ішінде қонғаны жоқ көбінің. Ал қазіргі жастарға көңіліңіз тола ма? Қазіргі жастарға көңілім толмайды деп айта алмаймын. Ішінде толатын да бар, ішінде тіпті ол ренжитін де бар, оның бәрі бірдей емес. Ол енді, оның негізі өзін өзі сақтайтындар да бар, сақтамайтын да бар. Олай енді, осы арақтың қырсауы ғой енді. Ана қоям деп қойып та келатыр, бір қатар жігіттер. Алып бір қатар адамды арқылып та баратыр, ауызын арақтың қалағанда мықтан қақ бөліпті ғой, соны адамды
Olaytında uçup кетеді деп істей береді ойлайды өзім негізінде. Ал осы соңғы кезде жаңағы әртүрлі жағдайларға байланысты асылы бөлу, атылы бөлу сияқты аурулар да бар. Бұның себебі неде деп ойлайсыз? Бұлардың себебі онсындай аурулар көп. Асылатын бұл өз зерттеулерде болыпты ғой. Заман азғаны не болмайды деп. 22-21 жасында көп. Бұл бір енді елге шыққанда аурудың бір түрі енді ауру. Бұл зерттеулерде енді күшті молдалар үйді араста дейді. Үйімді араста дейді. Арастанмен өртеп арастайды. Сонда жын шайтан болады дейді. Жын шайтан дейтін елестейтін көрінеді. Адамды ертіп кететін көрінеді сондай. Азғылат дейді ғой енді. Қайдан білейін. Сондай шығар енді. Басқа енді оны көрініп тұрған көп білетін ондай бұрынғы шалдардың ішінде ондайды қуып арастайтындар болыпты ғой. Жаңағы бір сәтібе дейтін шалдар, өтесін дейтін шалдар сондай. Соны марту басып жатырған адамды вит әйелді марту басып жатыр екен. Соны тұруп дегені сонда ұшырған ғой айтып отырған. Бір жаңағы ақ көбі ағып жатыр ғой ол уақытта не болып, қояншық болып. Солар дин деген мысалы. Енді олардың әрқайсысы оқу болатын көрінеді ғой енді. Осыны мына асыл өлетін білдіртпей. Бұлардың шешімін табылмайды ғой, қайдан білейін, ауырған екен, неден екен, көріп тұр енді. Ішінара бірте болады да оны енді. Енді соңғы сұрағымыз, Мәке, осы ел сыйлаған емші ақсақал болғасын жерде халқыңыз үшін жаныңыз ауырмай отыра алмайсыз. Халықтың болашағы үшін алаңдайсыз деп есептейміз. Қазақстан халқының болашағы, оның ішінде өзіміздің ата мекен, ата жұртты мекендеп отырған Маңғыстау халқының болашағы жөнінде бір болжам жасап, құмалақ ашып көрген сәттеріңіз бар ма? Жалпы таяу болашақта біздің Маңғыстау халқын не күтіп тұр? Жақсылық па, жамандық па, құрғақшылық, апат сияқты, аштық сияқты еш нәрсе күтіп тұрған жоқ па? Жоқ әлде жарқын болашақта жақсы бір оқиғалар бола ма? Сол жөнінде бір-екі ауыз лебіз білдірсеңіз. Мен осы анда-санда бір түсіме кіреді әлжаттар. Осы соңғы уақытта бір түс көрдім, Сардариядан беріп, осы мына оңтүстіктен солтүстікке қарай екі аққу ұшып келді. Ұшып өткен екен, сол қонып өтті біздің жерімізге. Сонда аққу қонып өтті. Мынау жақсылық болады 2 жылдан кейін. Деп сөйді, оған 2 жыл болды енді. Ал сосын бір рет сал егім келіп, адам біт, енді үлкен бір бақытты боласыңдар, үлкен болашақ елде бақыт болады, үлкен қуаныш болады деді. Соған ойлап, енді осы өткен күзде. Енді соны алдымызда 10 жылдыға үлкен бір қуаныш болады деп ойлаймын мен. Бақытты болатын жағар, бақытымыз да жақсы ғой енді. Жан-жаққа батжамыздың қатынасы, болашақ ойлау, еліміздің байлығы, соған қарағанда үлкен, енді 10 жылда үлкен бардар бақытты болады деп ойлаймын мен. Жаман болмас енді. Оның дәрігерлік жөнінде де барлық ұсылар жасап жатыр ғой енді. Қалай ем жасау, қалай соны дұрыстап бәрінде қолға алса жақсы болатын шығар. Алдымызда Маңғыстау, бүткіл Қазақстан бойынша қазақ халқының болашағы өте жақсы болады деп ойлаймын. 10 жылда керемет болатын шығар. Шалдардың нұсқауы бойынша. Ел сыйлаған емші ақсақалдың есігінің алды қамаған халықтан бір құсап көрген емес. Біз барған кезде де алыс жақынан ат сабылтып келген сырқат жандар сарылып кезек күтіп, ағылып келіп кетіп жатты. Науқас жандарды тәуліктің қай мезгілінде болсын қабылдай беретін, қабағын бір шытуды білмейтін мекен қапталдан қосылып, саналуан сауалды жаудырып жүрген біздің де көңілімізді қалдырмай, сұрақтарымызға жауап бере жүріп, адамын қабылдап, ауруын анықтап, ем-домын жасап жатты. Осындай халықтың ортасына қайнап шыққан қарапайымдылығы мен бұқарашыл мінезінен болар, ауыл әкімі Аманқос Қодаровтан бастап, біз тілдескен барлық ауыл тұрғындары мен мекеннің шипалы қолының шапағаты тиген емделушілердің бәрі осынау ерекше қасиет иесіне деген ілтипаты мен ізетін білдіріп жатты. Бұны енді
мен қазір облыстың көлемінде, даже республиканың көлемінде білет десем артық емес. Себебі Шымкенттен осы адамдар келіп жатыр. Оның қосымша қазақты былай қойғанда басқа ұлттың өкілдері де осы араға келіп, емделіп, қаралып жатқандар көрдім. Мысалы, Әзербайжан ұлтынан келген адамды мен білем. Орыс халқының өкілдерінен келген мен білем, переводчиктермен келіп, мекеңмен емделіп жүрген көріп жатырмыз. Оның мекең дейтін өзі қашаннан ата бабасынан келе жатқан осындай бір емшілік қасиет болу керек. Ол Совет үкіметінің кезінде бұл кісілердің емшілік қасиеті тұншықтырылып, басылып, ешқандай жария болған жоқ. Ал соңғы уақытта енді осы халықтың өз-өзінен мына имандылыққа бет бұрсын нәтижесінен осы кісіні ортадан шығарды. Қазіргі таңда осы мен өзім әкім есебінде айтатыным, жалпы сол мәкеңе көзім көршімін ауылмен. Мен көріп отқан нәрсем күні-түні осы кісіге ағылған адам, бірақ бәрі де алтысына бөліп рахмет айтып кетіп бара жатады. Ал енді бұның өзі үлкен құрмет, бірақ соның дауыс түспет дейтін адам естіген жоқпын. Bir келген адам бірнеше рет өзінің сиклді түрде, периодты түрде келіп емделіп жатыр. Сондықтан осындай жағдай бар. Осы жағдайларды ескере отырып, ауыл тұрғындарынан пікірін сұрағанымда, осы бізде әкімшілікте, осы Шалды әкімшілігінде біз мынандай дәстүр бар еді. Осына халықтың алғысына бөлеліп, елдің игілігіне қызмет жасап жүрген адамдарды өзі әкімшіліктің құрметті атақтары береді. Ол құрметті атақ дейтін халық емшісі дейтін атақ, өзіміздің берген, екіншіден сосын алыс алған азамат дейтін атақ. Міне осы атақтарымызды біз осы кісіге бердік. Бұл менің бергенім емес, бұл тек әкімнің бергені емес, бұл халықтың берген бағасы деп түсіну керек. Осындай жағдай. Сонымен қоса мекең өзі бірнеше ұл қыз өсіріп, оны ұяға, қызын қияға қондырған, оқытқан, азамат қылған. Мен аға есебінде мен қатты көңілім бітеді. Балалар дейтін тәртіпті өндірісте жұмыс жасайды. Bir баласы Ақшұқырда осындай ауылдық әкімшіліктің әкімі болып жұмыс жасайды. Соған қараған уақытта мекеңнің жан-жақты деп айтуға болады. Енді оны көптеген сөздермен дәлелдеп айта беруге болады. Енді сонымен бірге мекең осы енді мына халыққа имандылық тәрбиесін беруге, ата дәстүрін қалпына келтіруде де, мысалы жас ұрпаққа берген мұғалімдермен қатар тәрбие жұмыстарында жүргізеді. Мен көріп отқан мекең, мысалы мектеппен байланысты. Соған мысалы леникілерге шығып, жиналыстарына шығып, ата дәстүрін қалпына келтіру, имандылыққа тірілу, оба сауап, осы қарыз бен парыз дейтін мәселелерді қатты назарда ұстайды. Себебі табиғаттың тепе-теңдігі бойынша біз мысалы қиянат жасасаң, өзің біреуге қиянат жасасаң, өзіңе де бір уақытта ол қайтып айналып соғады. Немесе біреуге қорғассаң, өзің түсесің дейтін сияқты ғой. Сондай бағытта жұмыстанады деп мен ойлаймын. Сондықтан бұл оқушыларға берілетін тәрбиенің бір бөлігі осы мекеңмен байланысып жатқан жайлары бар. Ал енді ол енді бұлай қазіргі жағдайда өзінің ауыл көлемінде өзінің мына адам қабылдайтын бөлмелері бар. Ол енді біздің де азын-көбін әсеріміз тиген шығар. Негізінен өзінің балалары, ұрпақтары соны ем қабылдайтын бөлмелер дайындап, ішін жақсы условия туғызып, келген адамдарға жағдай туғызып, шайын қайнатып беріп деген сияқты жұмыстарын жасап жатыр. Мен осы ауылға 70-ші жылы келін болып түстім. Сол келін болып түскеннен кейін бұл кісі енді мына біздің аталарымызбенен біздің арғы үшінші атамыз қасиетті кісі екен, жазбайтын ауруы жоқ. Бұл кісінің әкесі сол кісілердің жиендері екен. Екеуінің әруағы бір екен. Сәтбер деген кісінің біздің атамыздың. Сосын бұрыннан аралас-құралас өздері жаңағы тату сондай алыс берісі бар, бірін-бірі жақсы көретін адамдар екен аталарымызбен. Сосын мен келін болып түскеннен кейін бірнеше жыл, 1 жыл, 2 жыл шығар, бір күні өзі келді үйге. Осы қарындасым ауырып жүр екен, емдеймін деп. Сосын ол кезде жаспыз, ештеңе білмейміз. Бірақ жаңағы шынында ауырып жүр екен, енді бір көңілімнің қошы жоқ сөйтіп жүретін. Сол кісі емдеді жаңағы. Содан кейін жаңағы жолдасым ауырғанда да тамырын ұстап, ордалы. Бұлай нағашылы жиенді болғасын енді әзілдеседі ғой. Сосын мен қараш деп тамырын ұстағаннан кейін сенің ақ қолқаң ауырады деп. Сосын жас кезінде о да жаңағы қой мен еш жерім ауырмайды деп сөйледі ойнап. Шындығында дәрігерге қаралған уақытта жүрегі ауыратын болып шықты. Мекең. Сол үй ішімізбен мекеңе сенеміз,
Құдайдан кейін осы кісіге сенеміз. Бір адам баламыз ауырса да осы кісіге келеміз. Сол емдеп жазыламыз. Жазылды. Ленинградта бір қызым ауырып қалып, құмалақ ашты да, қызымды тез алдырып, бойында қан қалмапты, тіл тиген екен. Алдырдық, шындығында жаңа ауырып үйге келгеннен кейін сол кісінің емімен. Жаңа атамыз да емсек адам, екеуінің көмегімен сол жазылды. Ол қызым институт бітіріп, қазір Ақтауда жұмыс жасайды, 21-ші мектепте мұғалім. Бұл кісі халық үшін керек әрқашанда. Жер-жерден адамдар келіп жатыр, тіпті алыстан, Бейнеуден, Құлсардан, басқа жақтан. Сол кісінің жаңағы шапағат deyip жазылып кетіп жатыр. Осы 2-3 күндікте де келінімді ертіп келіп едім. Үйдің алды іші толы екен. Орыстар бар. Сонымен енді кіріп кетеді дедім, сіз кішкене күте тұрыңыз деп сөйледі. Содан кейін кетіп қалды, ертең келерміз деп. Әр уақытта да оның жаңағы шапағат дегендіктен ғой енді сол адамдар көп болады енді. Көп жасасын деймін. Осы бала шағалардың қызығын көрсін деймін. Балдарының бәрі да жақсы азамат. Сол әкесінің жаңағы жолын қуып, олар да жаңағы еліне қызмет істейді деп сенем. Мен ол кезде Қаламқаста жұмыс істедім, аптекада істеймін. Содан бала көтере алмай сөйтіп жүргенмін. Сосын сол Қаржан Басаттан сол Мерген дейтін кісі кәкені естіп, сол 2-3 келіншек болып бардық. Барсақ адам қабылдап жатыр екен. Соны кезекпен кірдік. Қарапайым сондай адам екен. Қарап құмалақ ашты бірінші. Құмалақ ашып, сосын 2 жылдан кейін балалы боласың, емдел деп сөйледі. Сосын сол кісіге не берді? Сол емдік өзінің емін берді жақсы. Сосын сол емін қабылдап, бір түрлі емдік шөптерден, дәрілік шөптерден жақсы не дайындап өзінің сондай несімен береді екен. Реттегін соны жуынуға, сосын ішуге бөлек. Қалай жасайтын, қалай нетілетін бәрін қолдануын түгіл айтты, жазып берді. Сол кісінің айтуымен сол бәрін істеп, емнің бәрін. Сосын ол кісі айтты, 2 жылдан кейін балалы боласың, ер балалы боласың. Сол атын Жарқын деп қой деп. Соны сол кісі айтқандай, сол кісіге бірінші барғаннан сол жаңағы сол жақсы бола бастады. Өзім сездім. Сезілді өзіме енді. Олай тамырларын нетіп, майлап сөйтті басынан. Содан тек оның алдында да негізі сол доғдырға жатып, түрлі антибиотик алып сөйткенмін. Бірақ сол нетпедім. Сосын әсер болған жоқ. Сосын өзі кісіге барғаннан тек әлі өзім сездім. Жақсы. Сол айтқанда 2 жылдан кейін балалы болдым, 91-ші жылы. 22-ші наурызда ер бала болдым. Одан кейін 93-тағы қызым бар. Сосын Жарқын дейтін балам бар. 2000-ші жылғы. Осы октябрьде 2 болады. 2000 жылы Астана қаласында жарыс өткен, чемпионат қаласынан сонда баламды алып кеткенмін. Сонда жарыста қасымда сайын ер жүреді. Ер жүргенде сонда балам жарыстан қайтқанда өйден бір себетіме салқын тиді ма, әйтеуір балам науқастанып қатты ауырып. Сосын күннен күнге денсаулығы өзгеріп, беті қисая бастады. Сосын біздің облыстық больницаға барып, сонда дәрігер барсам, больница жатқыздық, нейропатология бөлімінен 2-ші жатын, детский поликлиника, областный поликлиника. Сонда балаңа нервіне салқын деген, бетіне салқыннан деп. Сонда қазір баланы емдедік. Бүкіл укол емдісін алып, несін алып, физлечениесін, иглотерапия, одан ешқандай ем болған жоқ. Сосын баланы 2 айдан кейін больницадан шығарып, баланың дейтін бетіне укол көп тарап кетті, денесін укол тарау керек, бала демалу керек, 1 айдан кейін алып келерсің деді. Сосын мен енді баланы не істейін, бала болса енді сөйлейтінде тілі де кет, сақаулы сөйлеп қалды бала үшін. Аппетит жоқ, тамақ та іше алмайды. Содан не керек? Емшілерге алып бардым, яшаға алып бардым, онда да үміт болған жоқ. Емшіні емші алмады. Сосын ағалардан сұрап, ел халықтың ауызынан естіп, Мерген дейтін шала бар екен Шылықта. Сонда емдер емдейді екен, тіл көз деген, сонда емі бар дейді, аруақты адам. Сол хабарды естіп, машинамен отырып, баламын сол
сол күні сұрады. Сол жол тарттық балам екеуміз. Сол тарттық бұрын тұшқытайтын ауыл бұрын естімеген жерім. Бұрын бұл ауыл ел ауылды естеймін, бірақ қай жерде екенін білемін. Қаржан басының ойына қияқтан бұрыласың, содан жүресің бір 25 км жерде сол ауылы бар деп. Сол қияқтыға жете алмай біз жолдан адасып, күндіз шығып кешке сағат 8-де бардық. Адасып, бір айнала жарық көрді, сол жарықтың бойынан тізелеп жүре бердік қара жолмен. Сосын бір үйге тірелдік, сол үйге келсек, мерген шалдың үйі осы ма деп келсем, бір будка сарай бар екен, соның ішіне бір шалып отыр екен. Балам қайда жүрсің, мен сені күтіп отырмын ғой деп. Мен есі таңдан қалып, аға қалай, балам қайда деді. Мен балам машинада аға дедім. Соны баламды алып келіп, отыр деді. Соны балам алдына келіп, құмалағын жай жүріп, ақ орамалына. Құмалағын ашты, балаң дейтін, тіл көз тигізіп алыпсың, ұзақ жолда болыпсың, балаңа бір орыс, көк көзді орыс әйелдің көз тиген екен, балаңды көп жолға алып жүрді екенсің, балаң болашағы бар бала екен деп. Өз қазақтың негізі сол ауырмай тұрған кезде өзің 5 жаста, 5 жастан кезінде өзің қабілеті мықты болып, спорт жағынан алып қарағанда бүкіл үлкен балалардың жасайтын қимылдарын, әрекетін жасап, өзін 2 жас үлкен баладан құрдастардан қалыспай жұмыс жасайтын еді, өзін тренировкалардың жасайтын. Сосын әр неде показательный выступление шығып, өзің өнер көрсетіп жүреді, содан мүмкін төл көзі екен шығар. Шал маған аздап ұрсыңқырап, баланың тел көзіге тигізіп алдың ғой деп, қомалағын ашып отыр деп, баланың қазіргі әшеде сөйлейтін несі жоқ, бұрынғыдай сақауланып қалды. Сосын өзім бір дұғасын алып, Құранын алып, баланың үстін сипалап, төсіне қойып, баланы ұшықтап, сосын баланың басын оқалады, жайлап сипалап, Құранның дұғасын оқып, сосын балам атын кім деген, балам Қазыбек дейді. Содан кейін әкеңнің аты кім, әкем аты Қанағат деп, мерген шалың айтқан сөздерін айтқан сайын, баланың өзі айтқан уақыттайын баланың өзінің тілін орнына келе берді. Папа жақсы адам ба деді. Я, папа жақсы адам деп, бала уже жайлап сөйлеген сайын, айтқан сайын бала өзі келіп жатыр да, өзінің есіне, орнына тілі. Сосын кенеттен Құранды оқыды, өзімен келген тілі бәр кет, өзімен кет деп, айтқан сөзінде балады қайталап жатыр. Бір уақытта Құранын алып, мерген әкем үстіне суымен өпіріп қалайды. Бала өзіне дір етті, сілкінгенде баланың денесінен бір көлеңке ма жын шыққандай болды да, мен сорда кәке айттым, кәке анаң қарады, кәке бала жемене болды, жынға тіл көз деді. Бірақ кенеттен бала теріден үстен бұрқ етті, бүкіл денесін суылап тері ағып жатыр. Сосын жын шықты ғой деді, тіл көзді. Сосын несін алып, майлары ма, шөптерін алып, беттерін жауып, массажын жасап, бойтұмарын жазып берді. Сосын шөптерін жазып, баламда 10 күннен кейін келесің болды деп. Соларда ағама құрметін айтып, сыйын беріп, кәкейді мына бала не қалай деймін, жоқ, үндеме бала, мына жол осы айдың жарымен, кеш болды, сағат 11-де, айдың жарымен бала жүре берді тіке. Сосын жолға шыға, бірақ артыңа қарама деді. Сосын бала одеялға орап, бала сорда ұйықтап қалды, Қазыбек. Машинаның артқы сиденьесіне қойып, айдың жарымен тіке баса бердім, арты қарама дейсің, арты қарамасын, Қазыбек ұйықтап жатыр екен. Сосын шығыптан қарамбастың тұрасына шықтым, Ақтауға жүретін Қаламқас, Ақтау дейді. Сосын тоқтап, енді қой баламны қарайын деп, артына қарасам, арты сиденьеде ұйықтап жатқан Қазыбектің беті дүп-түзе болып тұр, бұрын. Содан қуаныштан шегі жоқ. Сосын баланы алып, үйге қайтып, как раз ораза бастап атаған екен. Үйде ағайынды бір қуанып, бір мал садақа беріп, кәкем берген шөбін, емін алып, 10 күннен кейін шалға келдік, сыйыр рахметін айтып, бір ұштағаннан кейін жазып кетті. Сосын бұрынғы бірақ жазғаннан кейін, бірақ бұрынғы уколдар балам не алып тұрды, әсірлесіп тұрды. Бірақ егер сол нені білгенде, Қазыбекті бұрын мерген кәкең бірден апарып береді. Жалпы бұл шалға біз өзін семьямыздың атынан рахметін айтып көреді. Осындай
ар убакта биздин эмчилерimiz казактын ушундай эмгектери багалса экен деп. Мен бұл кісі туралы көптен бері естідім. Былай жалпы енді атап айтпағанмен көптеген адамдардың сол кісіге барып емделіп, мысалы жаңағыдай тіл көздер тиген адамдардың немесе жаңағы әйел адамдар, әсіресе бала көтермеген адамдардың сол кісіден дауасы түсіп емделіп кеткендерін естіп жүрмін. Содан кейін осы 2000 жылы октябрьдің ішінде ма, осы өзіміздің баламыз ауырып, сонда көрдім. Негізінде өз басым қазақ емдегенге сенбейтінмін. Бірақ осы кісіден, осы баламның емделгенін көргеннен тіпті айтатын әңгімем жоқ енді. Басқа енді ол кісіге көптеген рахметімізді айтамыз. Алғысымыз тіпті шексіз. Былай айтқанда баламызды тіпті енді солай қалады ғой деп те ойлағанмын мен. Аузын қатты. Мен сол кезде ол баламды жолдасым алып кеткен кезде, мына екінші қызыммен соны жаңадан босанып атқан болатынмын. Сон қатты мынадай болып ауырып келгенін көргеннен мен шындығын айтқанда сүтім тартылып кетті. Қатты переживаниеден да. Тіпті больницаға да апарып оны жатқызып неттік. Сосын былайға әкесі өзі де қайта-қайта бір 2-3 емшілерге апарып жүрді. Бірақ олардан да ешқандай дауа болмады. Сосын бір ағалардың айтуымен осы Тұшығыдық жерінде осындай кісі бар дегесін естіген. Мен өзі шешем Ақшұқырда тұратын Санмизия деген. Ол да айтқан, сол кісіге алдында бір емделіп жүрдім. Сол кісіге апарың деп. Ол да сілтеу айтты. Сосын соған апарып келді. Апарғанда кәдімгідей бесі қисайып кеткен бала кешке үйге келгенде беті түзеліп келгенде өзіме тіпті өзім сенген жоқпын. Содан кейін 10 күннен кейін емін беріп, 10 күннен кейін қайта алып келін деген. Сосын сол барлық айтқан жазылып келген жаңағы шөбін қайнатып беріп, оны шомылдыру барлығын сол күйінде айтқан күйінде түгел жасадық. Содан кейін бала деген кішкене күннен күнге жақсарып, сол бетінің несі де тіпті сөйлей алмай қалды, аузын жаба алмай қалды, көзі де жұмылмады. Соның барлығы жақсара берді біртіндеп. Содан 10 күннен кейін қайтадан екінші несіне апарды ғой. Одан кейін де жақсы болып кетті. Енді балам, сен жазылдың, осыдан кейін келмей ақ қой деген болатын. Бірақ мен өзімнің баламның несінің көңілінің түскені олар, сол кісіге 3-ші рет папам мені қайтадан апар деп өзінің сұрауымен қайтадан апарылды. Мен 1993 жылы псориаз деген аурумен ауырдым. Больницаға бардым. Әртүрлі емшілерге бардым. Одан көп пайда болған жоқ. Сонымен 3 жылдай сол псориазбен ауырып жүрдім. Содан осы Мәкеңнің атын естігеннен кейін осыған барған адамдар жазылып кетіп жатыр. Сол ауылдан да 1-2 адам мен жазылып келдім. Соған барғасын, не қылдым дегесін іздеп Тұшығыдыққа бардым. Сол барғаннан кейін Мәкең шөбін берді, жазып, бәрін айтып, өзі мынаумен қайнатасың, мынаны пәлен уақыт боқтырасың, енді жазып бәрін. Сол емін қабылдадым, сол шөбі таусылғанша. Содан кейін осыны түгел қабылдап болғасын қайтып келдім. Соны бәрін істедім, ваннаға түстім, шөпті қосып. Сосын ішетін іштім, содан кейін қайтып бардым. Барғаннан кейін тағы да сондай не берді, шөптерін. Осыны тағы да істе, содан кейін. Сол 10 күннен кейін қайтып екінші 10 күндікті істеп бастағанда өзі мендегі жаралар кете бастады. Жақсы болып. Сол нені аяқтадым, содан кейін сол аяқтағанда жарада толып кетіп болды. Содан кейін ол маған қайтып шыққан жоқ. Сол жазылғанда мен жазылып кеттім. 96-тан бері. Мен енді мына камераның алдына мынандай бір қызық фактын айтқым келеді. Біз енді Мекеңмен бірге өстік.
мен 6 жасымда әкем соғыста өлгеннен кейін осы мекенің туған ағасы Абай деген кісіменен менің шешем отасты. Мен Баян деген марқұм апам екеуміз мына мекең бәрі бір көстік бір үйде. Менің әкем де марқұм болды, бірақ емсек баланы сүндеттейтін және осы үкіметтің мал дәрігері болып жасады өлгенге дейін. Мен қарауымда болды, өз қолымнан кетті. Біз жас кезде жаңа кеңес үкіметінің саясаты ма атеист болдық. Біз көп мән берген жоқпыз, бірақ бала кезімізден осы мекеңе әруақ дарыған ата-бабаның Сәтібер деген кісінің рухымен ем жасайды деп былай еститін едік те, артынан мен 20 жыл басқа бір жақтарға кетіп қалдым. Сосын кейін міне 80 жылдар келгеннен кейін осы кісінің адам емдеп елге шапағат тиетін көзімізбен көріп келе жатыр. Мінекей 20 жылдан асып кетті. Ал енді біз жақында осы ақсақалдың 70 жылдығын биыл атап өтеміз деген кезде осы күні түні келіп жатыр. Ат қорғатпай осы үйге мәшинелер келіп жатыр. Адам дегендер Жылойдан, Құлсардан, Атыраудан, Қызылордадан келеді. Сонда босына ақша шығарып, пайдасы болмаса неге келеді деп мен өзім ойлаймын. Біз енді қанша дегенмен анатомияны оқығанмен генетикаға шебер емеспіз. Болмаса жаңағы түрлі ғылым салаларын толық меңгермейміз, адам организмінің қыр-сырларын білмейміз. Бірақ осы кісі қалай болғанын оңай ауруды бағындырады. Мен көзіммен көріп талай бала көтермей келіп, бала көтеріп кеткен осы кісінің емінен шапағат дейіп, баласы 1 жасқа толып, 2 жасқа, 3 жасқа толып, шашын алдырып, осы кісінің жаңа алғысын айтып кетіп жатқандар талай естіміз, семьямызбен келіп осы жерде көрдік талай. Ал осы ауылда жаңағы малдың ауруын, кішкентай нәрестенің ауруын, құяңды, бас ауру, тіс ауру, айналма, тау созықылды емді алып, алғысын жаудырып жатқан адам дейтін шет жоқ. Осы жақында біз күнделік жүргізіп, неге біз адамдардың осы ілебіздерін деп жаңағы мына Амантайдың келіншегі Сәнибаш деген баламен журнал ашқанбыз. Сол азғанда 20 күн ішінде сол журнал толық ойналды. Сонда баяғыдан бері біз егер ол журнал жүргізген болсақ, осы адамдардың алғысына толы бір 2-3 том кітап болар еді деп ойлаймын өзім. Сондықтан енді мен өзім де толық түсіндіре алмаймын. Бірақ қалай болғанда бір бұл кісінің бойында үлкен дарын бар. Мүмкін ол кісінің өзі де ежіктеп мынадан түсіндіре алмас. Бірақ қалай болғанда ол адамның бойында бір еп сондай бір қабілет болу керек. Бұл кісі құмалақ тартса да айтқан дәл шығады. Біреулердің бір жоғалып кеткен малын бәлен жерден сен табасың, 10 километрден 20 километрден дейді, сол бағыттан табылады. Мен соған таң қаламын. Ол бір тылсым күш түсіндіре алу қиын. Ал сондықтан қазір енді менің осы мына бала шағасы бар, қыздар бар, туыстар бар. Елдің ішінде бұл аңыз емес. Күн сайын осында ат көпір болып мәшинелердің келіп жату ел деген шынды емес қой. Мынандай заманда асып баратқан байлық жоқ. Келіп осындай соншама жерден ат арылтып келу деген сөз. Ал енді кішкентайынан бір өскен мінекей мына жөкең құсаған ақсақалдар бар. Бұлар дейтін осы армияда жүргенде де оның кереметтерін көрген. Тіпті армияда офицерлердің өзі жаңағы семьяларын емдетіп, соған осы 1 жылға дейін жаңағы бұрын армиядан келген шындық енді ол. Соны мына кісілер өздері айтар. Мен жалпы ол кісінің біз коммунисте болдық, жаңағы партияның мүшесі болдық, партиямында басқардық, мекемеде басқардық. Бірақ біз қалай болғанда ол кісіге мен өзім сенем көкірегімде. Семьямызбен талай бала, менің Бауыржан деген бала мына жауырын қозғалтпай қалып, осы кісінің арқасында емделді. Түрлі неменен ваннаға түсті осының ертінісіменен. Үлкен гуморалдық әсер ме, болмаса сондай жаңағы қабілеті ме, қалай болғанда әйтеуір адамдарға үлкен игі әсер болады. Сондықтан мен ол ақсақал әлде де халқына игі қызмет жасай береді деп өзім сенемін. Рахмет, Жеке. Енді жолдағы өзіңіз құрдас ретінде осы Мерген аға туралы қандай пікір білдіресіз? Пікір болғанда біз өзі қатар адамбыз. Кішкентайымыздан бірге өстік. Сосын мынау берекеректе кішкене үзіліс болып, біз мына самдейтін жақта болдық. Бірақ қалқозымыз бір болғасын, келеміз, араласамыз, жүреміз деген сияқты. Сосын енді берекеректе қатар малда жүрдік. Бұл бір нағыл дейміз біз. Қатар адам енді бір әзілдеп айта береді. Бұл бір өзі бір жақсы адам, ақ көңіл, ар жайы, бір
Сондай адамдарды бір имамасы деп сөйлейді ғой бұрынғылар. Біз енді өлке үйгесінің осының өзі солай осы дейміз баяғы талай келемешті қылдық. Бірақ шындығында бұған біз бағынамыз. Бұл тіпті біздің менің бір өсігінде 10-шы оқитын бір балам бар. Ер бала бет аузы бір қара не болып кетті осылай. Көзінің өсті осылай. Доғдырға барады, тәуір болады. Артынан әбден айықпай-ақ белгісі кейін қайтады, доғдырға барады, қайтып келеді. Соны осы емдеп жазды. Қазір ешқандай ештеңе жоқ, кейінде болатын болмаса қарапайым шөптерменен. Бұл енді көзінің кемісі бар. Енді былай айтқанда, қатаршылық айтқанда менен көргіш емес, соған шөптердің. Енді кейбір адамдар әжуа қылуы мүмкін. Мына оқуда, ғалымда, жаңа ботаниктердің нағыл дейтін білмеймін, сол шөптің еркек ұрғашы болады дейтін сияқты бір ұғым. Соны бұл білет. Біз білмейміз қанша шөптің ішіне біз, қанша малбегі болдық десек те. Ал енді бұл енді 100% дейтін болмайды ғой енді. Сол 70-75% осы жақсы болатын сияқты көріп жүрміз талай айыққан адамдарды. Өйткені өзі бұған сенімнен де болатын шығар. Енді осы машиналар ешкім осында зорлықпен шақырып әкеліп тұрған жоқ осы адамдар. Алыстан аңшылық жерден келеді. Мен құрдас болғасын осы мына тіреге сәлем, өліге бата қыдырып келейік, сөйтейік, бүйтейік. Енді қашан отырамыз. Мүмкіндік бар уақытта. Үкіметтің көлігі бар, содан сам жақтағы ағайындарға аралайық деп айтам. Бір ретте барып та келдік, бір 5-6 жылдықта, бір 10 шақты күн жүріп. Бірақ бұл айтады жаңағы, алыстан адам келеді. Жұрт өз көлігімен келе ме? Тоғы құлсарылардан пойызбен келеді, сосын жабылып, бәйшін жалдайды. Мен қыдырып кеткенде ол үшін кінәлі емес ғой енді. Бірақ кішкене өнемен емделу келген адамдар өнемен жағдайлы да біле бермейді. Сосын олар кішкене сағынсыны ренжиді. Ол маған да әсер етеді дейді. Енді шындықты қоймағасын айтатын шығар, енді оның бәрін жарияда былай бір сондай мен өзім ойлаймын, өзімнің беретін бағам. Адам енді бір жақсы, игі жақсылар, батыр болсын, бей болсын, бұрынғы керемет жақсы дейтініміздің өзі бір ескірген сайын, сол алыстаған сайын биіктейді ғой. Мен енді бұны мысалы бұл ертең көзі жұмылып енді адам баласы ғой енді. Кейіндегі өскен ұрпақ, ой бәлен уақытта сол мекең дейтін бір кәкелеріміз болған екен, аталарымыз болған екен. Соны біздің шешелеріміз, бір ағаларымыз көріп те мәшина дейтін келіп ататын көрінеді, ол адам дейтін құдірет көрінеді, ол адам дейтін сондай көрінеді деп айтуға толық негіз бар сияқты. Талай әулие керемет атақты болмаған менен сондай бар. Көп қой бұл. Сол адамдардың бірі осы мекең. Сөзіміз бір Құдай тағала бір кәте жазбаса, сондай адамдар болады-ау деп ойлаймыз. Ертеде де бір осы кісілерге жақын бір ағайындар, домбы дейтін бір кәкелеріміз өткен көрдік. Жұрт соны айтады. Айтқанда осы біз енді пәленді бүгінде баға беруші емеспіз. Бұндай көп бармайтын сияқты. Енді осы кісінің өзі менің ойлайым, кейбір жерлерде газетке шығып атады, тағы бірде болып атады. Керемет қылып мақтайды, 1-2 жылдан соң өлтіріп қалатын сияқты. Оның енді мен барып та көргем жоқ, олардың мен обалын көтеріп оған бір сенбестік сеттен тіріп отырғаным жоқ. Бұл кісі баяғысы ел келеді, бір жаққа барғанда
барып соны емдеуге керемет неде емес. Осы өзінің семьясының қасында, өзінің мекенінде, мына үйінде, сол жаңағы сөйерде болса, ешқандай қыдырып бір үйде қонақта отырса да, тойда отырса да, құдалықта отырса да, адам келіп тұр десе, сол үйдің иесінен рұқсат сұрап шыға бастайды. Ол халық үшін жаралған адам деп есептеймін мен, тіпті былайынша. Сен мына қасымда мына бала тұр, мінекей. Марғын деген жігіт, осы жігіт өте қатаң ауырып қалды 89 жылы декабрь айының ішінде. Сонда мен командировкадан келіп, үйде қонақ жігіттер бар еді. Сонда осы бала екі кәдімгі тұла бойы көгеріп кетіп бара жатты. Біз қорықтық. Олақта Қаражан баста тұратын еді мекең. Сосын осы жерде тыныштық дейтін құмалақшы бар еді, соған жүгіріп барғанбыз. Сосын сол айтты, мекеңе барып, мекеңнен емі болады, әуелі бір үлкен кісіге ұштатып алдым деді. Сосын тек сол айтқаннан кейін барып үйге бардық. Барсақ бала алдында енді көгеріп жатқан бала кішкене жақсы болды. Көрші бір шешемізге ұштаттық. Сол түнгі сағат түнде тартып кеттік енді машинамен. Қаражан баста түнгі сағат 3-те бардық. Енді мекемге естейтінбіз, бұрын мен ондай ем алмағанбыз. Ал жаңа түнде қабылдау бәрі көңілімізге ойдай болды. Мекең түннің ішінде қарамастан, түнгі сағат 3-ке қарамастан сол қабылдап, осы елдер келетіндерін біліп едім деп, құмалағын ашып, осы баланы емдеді. Содан кейін баламыз жақсы болды. Біз енді отбасымызбен көп айтамыз, рахмет айтамыз. Сосын өніммен біз тұрақты емделіп қарап тұрамыз, келіншегіміз бәріміз. Мекеңе көп рахметіміз айтамыз жалпы. Ел риза, ауыл риза. Біз одан басқа да тағы да бір оқиғалар болған түрлі. Мал демдейтіндер бар. Осы жақында болды, енді көп. Осы жақында көршімізде бір құдалық болды. Содан кейін біз қарасақ, үйде сауып отқан бір інгеніміз алынады. Жаңағы алақ жұлақ жан-жағына қарайды. Бір дірдік дейді жаңағы түйеміз. Сосын мына төлеш дейтін дәрігеріміз бар осы жерде. Соған бардық жүгір. Төке қара дедік түйені. Қара дедік, мынау ай сен ектірген жоқсың, осы құтырудың белгісі ау. Осын бөлек байлап қой. Қасына жан жолатты деді. Сосын мен байладым, бөлек бір қораға салдым да. Біз мекеңе барып білейік осы істеп. Келіп мекеңе келіп келсем айтады, мекең айтады, ана түйеңе 3 күн болды ауырғалы. Осы бір мен емді қолданып келіп жіберсең, осы жазылатын шығар деді. Сосын сол емді жасадық. Содан кейін жақсы болды. 2-3 күннен кейін төлешім келді, енді жаңа баяғы дәрігерім. Ал не болды, сенікі қалай болды деп еді, ол апырмайды басын жайға жаңа төлеш. Осындай жайлар болған, біз енді мекеңді ел сыйлайтын емші деп есептейміз. Сондықтан халық риза, ауылымыз риза деп есептейміз. Көп рахмет айтамыз мекеңге жалпы. Тізе берсе, мұндай мысалдарды мыңдап келтіруге болады. Мәселен, мына бір хат иесі Абуова Ағипа есімді ана 4 айлығынан бастап ауруға шалдығып 3 жасқа дейін мешел болған ұлы Тұржанов Батырбектің дем жетпей, қол аяғы құрысып ауырғанын, аяқтарына қан ұйып, қан айналысы дұрыс жүрмей тұрған баласын 1 айдың ішінде мекең құлан таза айықтырғанын, ол бала бүгінде 16-ға келіп, дырдай азамат болғандығы туралы айта келіп, алғысқа толы шынайы сезімін білдіреді. Ал мекеңнің батасын алған соң барып, ауруынан айығып, бойындағы қалпелік қасиетін халық игілігіне жұмсап жүрген шәкірті Гүлсім Әбилова өзінің өміріне жарық сәулесін түсірген ұстазының ұлағаты туралы былай деп сыр шертеді. Мен деген бұрында 1984 жылы енді жұмыста жүрген уақытта қатты ауырғанмын. Сол уақыттан бері кішкене тәуір бола бастадым, бірақ қайта 96 жылы бір күн түнде сол екі көзім көрмей қалып ауырдым. Ол уақыттарда ауырып жүрген уақытта осы белінен отырған кісі үнемі маған сарыек әртүрлі недер болып көрініп, мені ұйықтатпайтын шақырып. Соны сөйтіп ауырып жүргеннен кейін барып жаңағы бір күнде көзім көрмей қалды. Сосын үйдің қасында осындай жаңағы атып ауылда Сапары қызы Айман деген емші сынықшы болатын. Соған сүйретіліп бардым. Барғанымда тамырымды ұстатты, айтты, апа, сіздің түсіңізге сарыек болып көрініп жүрген кісі Алла тағала бұйырса сол кісіден сізден шапағат болады деп сөйледі. Енді сосын үйге келдім, ерім Зайырып Бегарс деген Дараделде тракторист болып істейтін еді. Сосын күйеуім айтты, мен не істеймін, сені осындай алып қоямын ба, онда жұмысынан рұқсат сұрап, не де болса жаңағы ауылдағы кәкелерге бұрын ем алып барғанбыз. Не де болса бір өзгешелеу болып көрініп отыр ғой кәке. Не де болса бір тыс жолдық жақта бір кісі емдейтін кісі бар деп еститін едік. Сол кісіге мен алып барайын деп жұмыстан сұрап автобуспен осы кісіге алып келді. Алып келген уақытында ана жерде басқа вагонда отырады екен. Кезекте кісілер көп екен, кезегіміз жетісіп келдік. Келіп ананда жүргенде кіргенде айтыппын, көзім бұлдырлау көреді ғой. Тек ойбай Бегарс, менің түсіме кіріп ұйықтатпай жүрген белінен отырған кісі, міне осы кісі деппін мен.
Сосын тек осы кісінің алдына келдім, осындай. Келгенде кәке құмалақ ашып жіберді. Баяғы 12 жасымнан ауырғанымды, 27 жасымда әруақ қасиеттен келгенін, оны енді мен жұмыс жасап жүрген кездерімде 84-те бір күн түнде ауырдым. Ол кезде Маңғыстау аудандық тұтыну қоғамында машинистка секретарь болып жұмыс істейтін. Сонда оны коллективтерім менің біледі, марқұм болып кеткен. Марқұм Жаңбырбаев Бейсен председатель болатын, Жаңбыршина тілектес апайлар бәрі коллективтерім білді енді былайынша қатты ауырғанды. Сол уақыттан бері. Сосын енді солан тек сол өмір баянымды түгел айтып берді. Сосын мына 37 жасқа келіп тұр екенсің, енді аталар саған қозғауды салып тұр деп сөйдеді. Сосын сол кезде жаңа мен бір Қарағұл деген әкем болды Бектеміс Таушықта. Сол кісілерге барғанымды, ол кезде менің жаңа тамырларымды әруақ ұстауға кішкене жаңа жас, әйел жас екенімді сол бәрін түгел айтып берді. Сол енді мына кәкелер саған қозғау салып тұр қарағым деп сол әңгімелерін түгел айтып берді. Сосын мені өзімнің ата-бабаларыма сілтеді. Ата-бабаларыма барып түнеп шырақ жағып сөйтіп келгеннен кейін барып Бекет атама сілтеді. Бекет атама келгеннен кейін 7 күннен кейін ұйықтап тұрсам көзім ашылған екен. Баяғы бұлдырық көзім. Сонан бастап қайта кел деген уақытында қайта келдім. Келгесін енді кәкем айтты, аталардан сілтеу болып тұр қарағым. Сол бұл кездерде мен енді көпшілік ауылымда, неде көпшілік адамдар біледі енді. Біреу ауырып жатса, мен деген жүрегім көтерілмелі сұрқос болдым ба? Көтерілмелі сұрқос. Сонда ана ауырса, анаған жүгіріп барам, мына ауырса, мынаған жүріп барам. Сен тек сол бірақ ауырған адамдарым сөйтіп жатыр. Енді дұрыс сенің айтқаның осылай ауырды деп. Бірақ енді кәкем айтты, сен енді әркімшілерге жүгіріп барып ем жасамайсың, қарағым. Кәкелерден рұқсат болып тұр, сенің бата жолымен бата беремін. Сен батадан кейін барып сізге ем жасауға рұқсат беріледі деп сөйтеді. Сосын сөйтіп үйімізге күйеуімізбен екеуміз келіп кәкемнен батамызды алып кеттік. Кәкем айтты, мен қазір өзімнің шаңырағымда бата бергенмен сіздің өз шаңырақтарыңызға барып бата беруіңіз керек. Сіздің семьяларыңыздың көптеген түсініспестіктері болады деп сөйтеді. Содан бір айдан кейін келіп атамды кәкемді өзім отбасыма шаңырағыма шақырып кеттім. Бізден келіп қонақ жеп кетіңіз деп. Үйіме келгесін өзімнің туған қайнаға абысын, күйеуімнің жұрағаттарын, күйеуімнің ағасы Шаштөбеевтің ағасы деген туған ағасы Шиғанбай деген сосын 2-3 көрші тумаластарымды, төркіндерімді шақырып, кәкем дейтін өзі бір автобус болып тумаластарымен келді. Кәкем, марқұм шешеміз Сәнім, туған інісі Қожа, өзінің жан ашитын жұрағаттарымен келіп, біздің отбасыларымызға келіп, кәкем маған келіп, батасын беріп, енді адамды ұстай беруге рұқсатын беріп кетті. Сол уақыттан бастап мен кішкене уже деген ұйқым түзеліп, баяғыда ұйықтай алмай солай ауыратын едім. Ұйқым түзеліп, көзім көріп, өзіме келетін болдым. Сонан кейін барып жайдан мен ешкімді шақырмаймын. Біреу баласының басы ауырды деп келеді, не іші ауырды деп келеді, не кіндігін бұрай қоям, басын қағай қоям. Сондай кәкемнің сілтеуіменен, кәкелердің аталарының сілтеуімен жайменен ғана жем жасаймын. Мен соған балаға бата берейін деді. Бата бердім, қарадым, қол тамырының қолында бетөк барады. Бетөк алдырып болмайды, кейде қатты келеді, кейде жай келеді. Адамның өзінің энергиясын алған адам денсаулығын ауырып отырса, ол адам ниетін қойып отырса, қолында бетөк қарай уқалап массаж жасауына ниеті келеді ғой. Сосын бетөкпен байланысты адам ішінде энергиясында қанның бойында жаңа ұшықтайтын тоқ болады ғой. Сол үскірген уақытта жаңағы тоқ сонымен жүрмеймін адам енді. Келген адам ұшқыласа сөйтпейді ғой. Сосын балаға сенім артып салдар бата берді. Бата бердім, содан кейін сосын өзім өкір қыз қылып алдым. Қазір өзім 3 қызым біреуі. Өкір қызым. Сосын айттым, мен сен іздеп барма, келген адамды ем жасай бер дедім. Ал адам емші көп келуге шет жоқ, оның бәріне бата беруге болмайды ғой. Бәрін адамға сенбесең бата бермейсің ғой. Соны ем жасап жатыр, абырайсыз емес. Енді болашақта келешекте ем жасасын деп соны айтып өзіне ескертіп қарай жаңа нені бұғалық жазып ем жасауды, үшкіруді бәрін оқытып үйретіп жатырмын. Соны салауаттылық бала білет, жастар жағына, әсіресе балдар жағына, енді сол ішімдік жағынан денсаулығын үйретейін деп отырмын. Болашақ жақсы ем жасайды, енді бір 70 жылға еңбекпен пішеміз. Бүгін бе ертең оны құдайдың өзі сұрамайды ғой. Сосын келешекке пайдасын естіне беріп отырған балдардың біреуі осы. Сосын ораздар дейтін неде Ақтауда. Сосын Нұржамал дейтін бір бала бар. Басқа адам көп, бірақ соның ішінде осыларды мен кішкене ықпалдаймын қарағанда. Адамға пайдасы дұрыс дейтін. Жаңбырменен жер көгерер, батаменен ел көгерер дейді қазақ. Өзінің шарапаты тиген, халқының алғыс батасын арқалаған мекен, сондай көсегесі көгерген босағасына құт тұрып,
шаңырағына бақыт қонған жандардың бірі. Бала келін қыз күйеулері Қарлығаш пен Асқардан, Оразғұл мен Нұрсәуледен, Гүлсім мен Қонысбектен, Аманқұл мен Айсәуледен, Амантай мен Сәнибаштан 24 немере мен жиендер сүйіп, қызығын көріп отырған Мекеңнің жан-жары Жақсыбай қызы Сәнім әже былтыр ғана дүниеден озды. Тірі болғанда биыл екеуі бас қосып, шаңырақ көтергендеріне 50 жыл толғанын, Мекеңнің 70 жастың асқар шыңына желбіретіп ту қадағанын бірге тойлар еді. Амал не, ажал сұм, аяусыз тағдыр оған жазбады. Дегенмен Мекең бақытсыз бақсыз жан емес. Әлгінде айтқан ұрпақтары мен Ақтауда тұратын бір анасы Аппазы және әні келіні Қожағали тілектестерінің ағайын тумалас пен ауылдастарының ортасында Алла тағаланың бұйырған несібесін теріп жеп, халқына қайыр шапағатын тигізіп, ел үшін еңбек етіп келеді. Ал Мәкеуден шығып жатқан бір биік белесіңіз, 70-деген мерей жасыңыз құтты болсын. Халқыңыздың алдында үстіп, Асқартаудай болып, ақсақал болып отыра беріңіз. Халқыңыздың қажетіне жарап, ел үшін еңбек ете беріңіз. Сөз соңында осы халқыңызға тағы не айтасыз? Өзіңіздің көңіліңізде жүрген, жүрек түкпіріңізде жүрген нәрселер болса, көгілдір экран арқылы айтуыңызға болады. Менің айтарым халқыма тіпті көп алғыс айтамын. Халқымның балдарының азаматтарының дегенді осы көбіне адам алдыратын арақ қой. Осы арақты азайтып, соны қойып, бірінен бір көріп, емін алып, соған сеніп, ата-бабаға. Әруаққа сенсе, біздің көбіне сақтайтын Бекет ата-бабамыз. Біздің түкпірімізді бүткіл Маңғыстауымды ұстап тұрған Бекет атаның әруағы деп сенемін. Барлық қазақ халқына белгілі ата-бабамыздың барлығы 362 әулие 300 болса, қай-қайсымыздың ата-бабамыздың рухы күшті. Бізді сақтайтын да, байлығымызды өсіретін де, атағымызды шығаратын ата-баба. Сондықтан мен халқыма да өкпемді сондай болып осы бірлікте болса, ауыз бірлігі күшті болса, біз соған үлкен рахмет айтамын. Баяғыда екі тайпа елге даңқы шашылған жары Мәтжан би деген бабамыз айтқан екен. Көже қардымды тойғызған бір жер бар, ол Хорезмнің бойы. Көңіл қардымды тойғызған бір ел бар, ол Маңғыстаудың ойы деп. Сол айтпақшы, талай тұлпар мініп туалған, көрген елі қуанған, көк найзасын өңгерген, көкірегі желденген баһадүр батырлар мен алдына қара салмаған, шықтаған жері жаураған, небір аузымен құс түстеген айтулы жүйрік ақпа төкпе ақындар шыққан. Көкірегіне құмыр құс қонып, көмейіне мың бұлбұл ясалған, талай асқақ дауысты әншілер мен мың бұралған биімен мұнараның да басын игізген, аяқ қолы буынсыз небір бишілер өткен. Қайратымен қаратасты қамыр шайдеген, жауырыны жерге тимеген, балтыры жуан балуандар мен басқалар саусағынан саз өндіргенде, бұлар бақайынан бал тамызған, талай дәулескер домбырашы күйшілер өткен. Сартасты кесіп, сазды ойып, саңғыраған сағана тамдар тұрғызып, күңгіреген күмбездер көтерген, қаратасқа жан бітіріп, көк темірге тіл бітірген, талай тамшы шеберлер мен небір балбармақ ұста зергерлер шыққан. Үрей ұшқан сырқат жанның сынығын үйіне бармай қамшысын жіберіп салдырған, алдына келген науқастың ауруын алдын ала сезіп біліп отыратын, небір емші бақсы, көріпкел көреген, сынықшы қалпе ақындар шыққан. Талай тарландар туып, небір дүлдүлдер дүреген, қасиетті Маңғыстаудың қаройын мекендеген қарормандай халықтың қазіргідей нарықты экономиканың нанын жеп жатқан қатыгездеу кезеңде де ырысы тартылып, несібесі сарқылып қалмақ емес. Өйткені Алладан басқаға бағынбаған, ата-бабадан өзге әруаққа табынбаған, асау мінезді арда жұрттың біз сөз еткен мерген ақсақалдай Қаратаусында қарттары бар. Ендеше қамшының сабындай шолтан кете қалатын қысқа ғана ғұмырды қырқысып өткізбей, 5 күн түрлікте берекемізді кетірмей, анау-мынау деп артық әңгіме айтпай,
мекендей қазыналы қарттарымыздың қадіріне тірісінде жете білейік қалайық. Сонда ғана өрісіміз ашылып, өнегеміз шашылып, жаңа ғасырдың аспанына жанарымызды тік қадап, келешек келер ұрпақтардың жүзіне ұялмай қарай алатын боламыз. Лайым жасаған ем жар болып, Алла тағала сондай атты күнге жеткізгей.